Осындай хрустящий кабачки және баклажаннан жасалатын рулетиктердің қыр-сырымен қазір бөлісетін боламын. Мені жоғалтып алмау үшін лайк басып, каналыма тіркеліп алыңыз. Баклажанды да кабачкиді де жіңішке етіп, осындай қалыңдықта кесіп аламыз. Және тұзды суға 15-20 минутқа кемінде салып қоямыз. Енді судан жақсылап сырқап алып, бірінші ұнға, одан кейін жұмыртқаға, ал одан кейін каниширо сухарисіне малып аламыз. Каниширо сухарисін магазиннен табу қиындау, сондықтан базар сияқты немесе көптеген оптовый жерлерден сұрастырып табуға болады. Мен инстаграм парақшама да ссылка қалдырдым, кіріп ол жаққа да тіркелулеріңізге болады. Ол парақшамда көптеген авторлық онлайн пирогтар бойынша, самса, торттар бойынша курстар бар. Міндетті түрде тіркеліп алып, жазылып қатысуларыңызға болады. Енді орташа отта екі жағын осылайша қызартып аламыз. Бұл рецептпен жасаңыздар, баклажанды ұнатпайтын адамды да өзіне ғашық қылатыны сөзсіз. Мінекей өте әдемі болып шықты. Қандай хрустя. Ішіне помидор және огурцымызды осындай қалыңдықта, үлкендікте турап аламыз. Сіздер орнына болгарский қосуларыңызға да болады, өз талғамдарыңызға сай. Мінекей осындай қалыңдықта. Соусына чеснокты майдалап турап, майонезбен араластырып қойдым. Укропты да осындай үлкенірек қып турап алдым қолмен. Қаласаңыздар, салат жапырақтарында қолдануға болады. Енді видеодағыдай етіп ораймыз. Баклажанды да, кабачкиді де дәл осылай ораймыз. Çünkü balaşı dönüş. Hayır. Canım. Şundan yıkladın mı? Kandan yıkladın. Мінекей осылай дастарханның сәнін келтіретіндей болып шығады. Орағаннан кейін ашылып кетпес үшін баклажанның біткен жерін астына қаратай қоямыз. Сол кезде ешқандай зубочисткада басқа нәрсенде үстінен тығып қоюдың қажет жоқ. Ол сәл жұмсарғаннан кейін ұзақ ажырап кетпей, бір қалыпты тұратын болады. Менің рецептім сіздерге ұнаған болса, лайк басуды ұмытпаңыздар, және де каналыма тіркеліп алыңыздар.